Бәріңізге сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Майра. Корей халқының ұлттық тағамы пигоди дайындайтын боламыз бүгін. Ең бірінші жылы суымызға тұзымызды, қантымызды және сұйық майымыздың жартысын ғана құйып араластырып аламыз. Енді бөлек ыдыстағы ұнымыздың үстіне ашытқыны салып, жаңағы сұйықтығымызды құйып, қамыр илейміз. Жаңағы сұйықтықты екі бөліп құйдым. Енді қамыр илеп дайындап аламыз. Сұйық майды жаңа алып қалдық түбінен. Қазір қамыр илеп болғаннан кейін сол сұйық майды ыдысымызға құйып, тағы да бір илейміз қамырымызды. Бір илеп аламыз. Сол кезде қолымызға жабыспайтын әдемі қамыр дайын болады. Міне осындай жұмсақ қамыр, бірақ қолға жабыспайды. Енді бетін жауып, жылы жерге жібереміз. Қамырымыз көтеріліп дайын болғанша ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Менде тартылған ет, осындай қырыққабат, пияз, дәмдеуіштерден қара бұрыш, тұз және мантыға арналған дәмдеуішті салдым. Қырыққабатымызды осылай төрт бөлікке бөлеміз, қатты жерін алып тастаймыз кесіп, осындай ұзыншалап, майдалап тураймыз жіңішкелеп, үстіне тұз сеуіп, қолымызбен мыжимыз, яғни жұмсақ болғанға дейін. Оны бөлек қойып қоямыз. Енді пиязымызды майдалап тураймыз. Етіміздің үстіне пиязымызды салып, бұрышымызды саламыз. Бұл жерде менде тұз салған жоқпын, себебі жаңа қырыққабатқа салынған тұз бар. Осылай қырыққабатты мыжып, қолымызбен суынан бөліп, тек қана осындай құрғағын саламыз. Ең соңында суы қалады. Бізге бұл су қажет емес. Негізі салмасын алдын ала қуырып дайындап алуға да болады, бірақ мен осындай шикі күйінде салып пісіремін. Мен шай қасықтың ұшымен тағы тұз салдым. Менде етім майсыз болғандықтан мен сұйық май қостым. Егер сіздерде еттеріңіз майлы болса, сұйық майдың қосудың қажеті жоқ. Бізде салма дайын. Енді көтеріліп дайын тұрған қамырымызды таразының көмегімен 60 граммнан бөліп дайындаймыз. Дастарханымыздың үстіне аздаған ұн сеуіп, ашып тұрған қамырымызды екіге бөліп, осылай домалақ бөлшектерге бөліп алып, бетін орамалмен немесе пакетпен жауып көтерілгенге тағы да бір 5-10 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта табамызды майлап дайындап қоямыз. Мен 3 табаны қолдандым. Бір айта кететін жайт, сіздер салмасын алдын ала қуырып алсаңыздар болады. Мен шикілей қолдана беремін. Егер сіздер салмасын қуырып алған жағдайда 25 минут қана пісіріп алсаңыздар болады. 45 минут күтудің қажеті жоқ. Міне жаңағы қамырларымыз көтерілді кішкене. Осындай не жұқа емес, не қатты қалың емес, осындай қалыңдықта жайып қамырымызды ортасына 1,5 ас қасықтан салмадан салып, әдемелеп шырша тәрізді түйеміз. Міне видеода көрсетілген оңай. Осылай бәрін түйіп алғаннан кейін жаңағы майлап қойған табамызға орналастырамыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Тағы да қазір көрсетем. Салмасын салдық қамырымызға, міне жабылмай тұр, негізі жетпей тұр екі қамыр екі жақтан. Сонда да қараңыздар, қандай оңай қамыр бір-біріне жабысып, әдемі түйіліп жатыр. Осылай түйіп дайындап алғаннан кейін тағы да табамызға қойып, бетін жауып қоямыз. Сол кезде астындағы ыдысына су құйып, отқа жібереміз қайнағанға дейін. Суы қайнағанға дейін осы пигодиларымыз әдемі көтеріліп дайын тұрады. Соңында менде 45 граммдық қамыр қалып қалды. Басқаша түйу әдісін көрсетіп жатырмын сіздерге. Қараңыздар, бір қолымыздың саусағымен екінші қолымыздың саусағына жинап апарып береміз. Осылай айналдыра отыра. Енді қазір алақанымызға салып, міне осылай бәрін жинаймыз. Өте оңай. Бағанағы әдіс қиын болса сіздерге, осы әдіспен де түйсеңіздер болады. Мінекей менде 2 таба толық толды, 3-ші табам жартылай болды. Мінекей менде осылай дайын болды. Табаларымның ұстайтын ортасындағы тіреуіштері төмен болғандықтан, мен осындай темірді ортасына салып көтердім табақтарды, себебі қазір пигоди піскен кезде ол буда тағы да 2 есе көтеріледі, сол үшін жабысып қалмас үшін ортасына сондай темірлерді қойдым. 45 минутқа отқа жібердім қайнап тұрған суға. Қараңыздар, менде жаңа салма
қалып қалды. Сол үшін мол-молдан сала беріңіздер. Енді жаңағы пигодимен қосып жегенге дәмдеуіштер дайындаймыз. Менде кинза деген аскөк бар, және чертополох дейді, кобра дейді, әр жақта әртүрлі айтады. Соны қолданам, және сәбіз, корей сәбізін дайындап қойдым. Мінекей 45 минутта дайын болды. Негізі салмаларыңыз сіздің алдын ала қуырып алсаңыз, 25 минутта отта ұстап пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Міне менікі дайын болды. Өте дәмді, әдемі. Міне жерде қазір ыстық болып тұр. Қолыма ыңғайсыздау ұстау. Ортасына жаңағы кобра дейді, чертополох дейді, әр өңірде әртүрлі атайды. Осындайды құйып, сәбізімізді салып, кинзамызды жаңағы қосып жесеңіздер өте дәмді. Кинзаға жаңа майдалап турап алдық, соя тұздығын құйдық және су құйдық. Соны араластырып дайындап қойдық. Еш қиындығы жоқ. Оны ұнатпасаңыздар, жасамай қойсаңыздар да болады. Ішіне салмасын молынан сала беріңіздер, себебі ашытқы қосылған қамыр үлкейгенде ішіндегі салмасы аз болып көрініп қалады. Сол үшін көп сала беріңіздер. Бағана көрсеткендей менде кішкене салмасы артылып қалды. Міне жерде суыған кезі өте дәмді. Жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Майра.